Әскери бөлімшеде сержанттық топқа қабылдауда жауапкершілігі мол. Қыркүйектің 26 күні 55-16 әскери бөлімшесінде бір топ келісімшарт бойынша әскери қызметкерлер сержанттық корпусқа қабылдау салтанаты өтті. 55-16 әскери бөлімшесіндегі салтанатты шараға қаламыздың соғыс ардагері Николай Куриленко да қатысып, жаңа сержанттық лауазымға қабылданған әскери қызметшілердің жұмысына сәттілік тіледі. Я, как участник войны, поздравляю вас, весь сержантский состав. Желаю, чтобы ваша служба была в пользу для страны. Сержантский состав, вы поднимаете боевой дух солдат. И это дело очень важно. На вас, конечно, на сержантов будет надеяться, значит, вот и командный вишний состав. Поздравляю вас, ребята, с этим большой датой, с этой большой должностью. Желаю вам хороших успехов в дальнейшей службе. Әскери бөлімшеде бөлімше және взвод сержанттық тобына қабылдануы әрбір әскери қызметшіге үлкен жауапкершілік жүктейді. Сержант ол әскери бөлімшедегі офицердің алғашқы көмекшісі саналады. Және жас сарбаздардың сапалы даярлығы осы сержанттарға жүктелген. Біздің бөлімдегі бөлімше және взвод сержанттары мен сержанттар тобына кіру салтанатты түрде ант қабылдау рәсіміне тап болыңыздар. Сержанттар ол офицердің ең бірінші көмекшісі және сарбаздың бірінші командирі. Сержанттардың атқаратын істері өте үлкен, жоғары, өйткені олар бірінші сарбазды оқып біледі, олар тәрбиелетеді, олар үйретеді, әскерге келген күннен бастап қызметке дайындайды. Аға сержант Айдын Буланбаев да 2008 жылдан бері әскери қызметте келеді. Ол 2016 жылдан бастап осы 55-16 әскери бөлімшесінде қызмет атқаруда. Айдын сержанттық топқа қабылдану оған үлкен жауапкершілік жүктейтіндігін айтады. 2008-2016 жылдарында басқа әскери бөлімде басқа лауазымда қызмет атқардым. 2016-та Теміртау қаласының 55-16 әскери бөліміне бөлімше командирі болып ауыстырылдым. Бүгін сержанттар корпусына кіріп жатырмыз, ант қабылдадық. Енді қызметіміз арттырып жатыр, сарбаздарды оқытып, тәрбиелеп, жауынгерлік әзірлікте дайындап, үйлеріне аман есен жеткізуге дайынбыз. Салтанатты шара барысында 55-16 әскери бөлімшеде 20-ға тарта әскери қызметкер сержанттық топқа қабылданды.